Короче, қызықтаймызға барамыз ғой біз. Сол жерде мен айтқам ғой, біз қазір мақтанып жатырық қой, миллиард жинадық, 2 миллиард жинадық деп. Бірақ осы киноны, қазақша киноны бастап берген, кинотеатрға қазақтардың бәрін әкеп берген осы Нұрлан Қоянбаев деп айтқам ғой. Соны Нұрлан Қоянбаев ағамыз өзінің инстаграмда салады, рилс қылып. Сөйтсем мен қуанып кетемін. Сөйтсем астына адамдар жазып жатыр ғой. Сабынсың ба, не кіріп жатсың деп ше. Анандай да мысалға, ол кісіні біз айтпасақ кім айтады мысалға? Конечно, иә. Жақсың. Мен мысалы андай бір теңеп айтайыншы. Бәріміз футбол қараймыз ғой енді, футболистерді көреміз да. Мен үшін Қоянбаев, кәдімгідей Бразилиядағы Зубастик, Роналдо, Зидандар сияқты ғой біз үшін. Легенда, КВН-нің легенда. Біз үшін солай. Енді қалың көрермен түсінбей қалуы мүмкін. Біз кіреміз ол кісіге, сабындап болсын. Өйткені ол біздің легендамыз да. Тұрсынбек Қабатов, Қоянбаев, Нұрлан ағаларымыз біз аны көргенде Марадоналарды көргендей кайф аламыз. Өйткені сол кісілерді көріп өстік. Жоқ, ол кісілер енді осындай ана інілеріміз кейін еңбегімді елеп ескерсін деп өсті ғой. Біз соны елеп ескеріп жатырмыз. Ертең мысалы біз де қазір еңбектеніп жатқанымыз, әйтеуір бізден кейін де бір нәрсе қалдырып кетейік деген мақсат қой. Ол өскен адам жамандай берсең де болмайды ғой артынан. Жоқ, бір-бірімізді сонда қолдап жамандау болса, комментарий жазу болса. Жаңағы комментарий. Қандай бірінші комментарий? Жас емессің ғой, көресің. Көресің.